Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сын есімді табасыңдар. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайсыңдар. Балалар, берілген сөздерді бірге оқып, сын есімдерді табайық. Ұстаз, ұлы, алғыр, оқыды, шәкірт және ақылды. Қане ойланып көріңдер. Сонымен мұндағы сын есімдер ұлы, алғыр және ақылды екен. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Мәтінді түсініп оқыңдар. Әбу Насыр бүкіл шығыс әлеміне Арасту деген атпен даңқы жайылған оқымысты Аристотельдің шығармаларын көп оқыған. Мағынасын көкейіне тоқыған, оны ұстазы санаған. Замандастары Әбу Насырдың ірі оқымысты, ойшыл данышпан дәрежесіне дейін өскенін көздерімен көрген. Бірақ кейбіреулер ғұламаның алғырлық сипатын жете түсіне алмаған. Сонда олар данышпанның өзінен: біз таласып қалдық, анығын түсіндіріңізші, сіз алғырсыз ба, әлде Арасту ма? Деп сұрайды. Әй ағайындар-ай, дейді әлгі сұрақ берушілерге. Егер мен ұлы ұстаз Арасту заманында өмір сүрсем, онда сол ғұламаның білікті шәкірті ғана болар едім. Әбу Насырдың бұл сөзін естіген кісілер оның ақыл парасатына бас иеді. Балалар, мұнда екі тақырып берілген: алғыр Әбу Насыр және Аристотель ұстаз. Мәтінге қай тақырыпты таңдауға болады? Қане ойланып көріңдерші. Иә, мәтінге алғыр Әбу Насыр тақырыбын қоюға болады екен. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Арасту деген атпен даңқы жайылған оқымысты кім? Ұлы ұстаз Аристотель. Әбу Насыр достарына қалай жауап берді? Мәтіннің мазмұнын естеріңе түсіріп көріңдер. Егер мен ұлы ұстаз Арасту заманында өмір сүрсем, онда сол ғұламаның білікті шәкірті ғана болар едім деп жауап берді. Мәтіннің негізгі ойы қандай? Қалай ойлайсыңдар? Иә балалар, әрқашан ізденіс үстінде жүріп, көп білім алу керек екен. Әбу Насыр Әл-Фараби туралы толығырақ білу үшін бейне материалға назар аударыңдар. Алғашқы кезде Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде жақсы танытады. Сол кездің әйгілі ғалымдармен кездесіп, олардан көп тіл үйренеді. Тарихи деректер бойынша ол 70-ге жуық тіл білген. Есейе келе Әл-Фараби ежелгі грек ғалымдарының күрделі ғылыми зерттеулерін зерделей бастайды. Міне, осы кезде ол әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон сынды ежелгі ойшылдардың шығармаларымен танысады. Орта ғасырларда Европа елдерінде үлкен рухани дағдарыс басталды. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Осындай қиын кезеңде халық ежелгі ғұламалардың, соның ішінде Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып, оны түсіну қиынға соғады. Осы тұста Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, категория, бірінші және екінші аналитика сияқты күрделі еңбектерін оқып қана қоймай, жаңсақ ойлардан тазартып, түсініктетіп аударады. Содан бастап, халық Әл-Фарабидің еңбектеріне жүгіне бастайды. Көптеген ғалымдар шығыс мәдениетін, оның тарихы мен дәстүрін Әл-Фараби шығармалар арқылы жақын таниды. Сол замандағы ғалымдардың пікірінше, оның еңбектері Еуропадағы қайта өрлеу дәуіріне, яғни Ренессансқа бастау болды. Осылайша дара тұлғамыз батыс пен шығысты байланыстырған алып көпірге айналды. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге әкелген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, рубаб, қобыз, тамбур, канун, нагора, дойра және басқалар. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Сабағымызды жалғастырайық. Әл-Фарабидің нақыл сөздерін көшіріп жазыңдар. Даналық істі ақылға салып,
тиянақты атқару деген сөз. Оған білім үйрену арқылы ғана қол жеткізуге болады. Парасат әр адамның кісілік қадірі. Адам басындағы ізгі қасиеттер парасатты өсіретін қабілет. Қайырымды, ізгі ниетті адам еш уақытта өлмейді. Жазып болсаңдар, нақыл сөздерден сын есімдерді табайық. Кісілік, ізгі, қайырымды және ізгі ниетті. Қайсысы күрделі сын есім болады? Қане ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, ізгі ниетті күрделі сын есім болады. Күрделі сын есімнің екі немесе одан да көп сөзден жасалатынын естен шығармаңдар. Сабағымызды жалғастырамыз. Көп нүктенің орнына бірнеше зат есім тауып көріңдерші. Қанеке ойланып көріңдер. Тауып болсаңдар, салыстырайық. Ескі, ғимарат, ескі қала, ескі сандық, жұқа дәптер, жұқа киім, жұқа кітап, қызық кино, қызық өмір, қызық ертегі. Жарайсыңдар балалар, сендер де көп нүктенің орнына зат есімді дұрыс тауып жаздыңдар деп ойлаймын. Балалар, енді сөз жұмбақ шешейік. Мұнда сөздердің кейбір әріптері түсіп қалған. Қандай сөздер жасырынғанын тауып көріңдерші. Көлденеңінен қиын сөзі, тігінен қызықты сөзін жазуға болады. Ал келесі қатарға зәулім сөз сәйкес келеді. Үшінші қатарға қалың сөзін жазуға болады. Ал соңғы жасырынған сөз жылы сөз екен. Енді осы сын есімдерді жазуға берілген суреттердің тиістісін таңдап, сөз тіркестерін жазып көріңдер. Мысалы, қиын есеп, қызықты ойын, жылы күртеше, қалың тоғай, зәулім үйлер. Енді осы сөз тіркестерін қатыстырып, сөйлемдер құрастырыңдар. Уақыт кетті, кім жылдам екен? Олай болса, салыстырып көрейік. Қайсар қиын есепті тез шығарды. Демалыс күні саябақта қызықты ойындар ұйымдастырылды. Айжан жылы күртеше киді. Аңшы қалың тоғайды аралады. Алыстан зәулім үйлер көрінді. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Қандай сұрағына жауап бере отырып, алманы сипаттаңдаршы. Алма қандай? Алма қызыл, жұмсақ, жеңіл, тәтті, хош иісті, домалақ және үлкен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер сөйлемнен сын есімді таптыңдар. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтадыңдар.